Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы 11-ші мектеп лицейінің география пәні мұғалімі Абелпасинова Роза Мырзашқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиядағы салыстыру әдісі. Сабақтың мақсаты зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану. Нені меңгереміз? Географиядағы салыстыру әдістерімен танысу, нақты тапсырмалар негізінде салыстыру әдістерін қолдануды үйрену. Балалар суретке қарай отырып, берілген географиялық нысандардың қандай ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар екенін анықтаймыз. Бірінші суретте Арал теңізі, екінші суретте Зайсан көлі. Дұрыс айтасыздар. Арал теңізі қалдық көл, тұйық көл, тұздылығы жоғары көл. Зайсан көлі тектоникалық көл, ағынды көл, тұздылығы төмен. Сонымен балалар, салыстыру дегеніміз. Салыстыру географияның барлық саласында ерте кезден бастап қолданылып келе жатқан ең кең тараған әдістің бірі. Салыстыру әдістерін қолдану арқылы зерттеу нысандарының ұқсастықтары мен айырмашылықтары кеңістіктік әрекеттілігі анықталып зерттеледі. Салыстыру әдістерін география ғылымында алғаш рет 19-шы ғасырда неміс ғалымы Гумбольдт қолданды. Гумбольдт салыстыру әдістері арқылы жер шары қабықтарының заңдылықтарын зерттеп, физикалық географияның негізін қалады. Физикалық географияда жер бедерін, геологиялық және тектоникалық құрылымдарды, климатты, өзендерді, табиғи кешендер мен аймақтарды, жылу белдеулерін, физикалық географиялық орналасуын салыстырады. Ал әлеуметтік экономикалық географияда салыстыру елдер мен өңірлердің, аудандар мен қалалардың, аумақтық өндірістік кешендердің, энергия өндірістік циклдердің, экономикалық географиялық жағдайдың, шаруашылық салаларының, өнеркәсіптік орталықтардың сипаттамалары кезінде қолданылады. Бастапқы кезде нысандар мен құбылыстарды сыртқы көрінісі бойынша салыстыру жүзеге асырылатын. Кейінірек олардың өлшемдері, сыртқы белгілерінің ерекшеліктері салыстырылатын болды. 20-шы ғасырда ғылым мен техниканың дамуына байланысты геохимиялық, геофизикалық, әуе ғарыштық әдістер көмегімен алынған мәліметтер салыстырыла бастады. Қазіргі кезде салыстырулар сандық, сапалық көрсеткіштерді қамтуға мүмкіндік беретін математикалық әдіс пен географиялық ақпараттық жүйелер технологиялар арқылы жүзеге асырылады. Географиялық салыстыру әдістері үшке бөлінеді. Синхронды салыстыру, диахронды салыстыру, баламалау әдісі. Синхрондық салыстыру дегеніміз біртекті нысандардың белгілері мен көрсеткіштерін бір уақыт кезеңде салыстыру. Синхрондық салыстырудың мысалы ретінде мына жерде Альпі тау мен Анд тауларының беттік белдеулері алынып тұр. Диахрондық салыстыру. Диахрондық салыстыру бір немесе бірнеше нысанның белгілері мен көрсеткіштерін әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша салыстыру. Мына жерде дүниежүзі аймақтарының белгілі бір уақыт аралығында халықтың ұдайы өсу өзгерістері салыстырылған. Баламалау әдісі басқа ғылым саласында жақсы зерттелген нәрсе мен салыстыру негізінде балама табу арқылы зерттеу. Қазіргі кезде ғалымдар Азия экономикасын адамға теңейді. Мысалға Жапонияны экономиканың басы, жетекші дамушы ел Қытай мен Үндістанды аяқтарына, жаңа индустриялық елдерді қолдарына, мұнай экспорттайтын елдерді жүрегіне теңейді. Салыстырмалы географиялық әдіс географиядағы қолданбалы зерттеулерде аумақтар мен елдердің көрсеткіштерін салыстыру арқылы ерекшеліктерін
анықтау, оларды топтастыру мен жіктеу, болжау жасау мақсатында қолданылады. Салыстыру әдісі негізінде кез келген жіктеулер мен топтастыруларды жасауға болады. Жекелеген аумақтардағы географиялық нысандарды немесе құбылыстарды салыстыру барысында белгілі бір ережелер басшылыққа алынады. Біріншісі, біртекті нысандарды салыстыру. Екінші, бір нысанның қасиеттері мен көрсеткіштерін диахронды түрде салыстыру. Үшінші, салыстыруды зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері мен көрсеткіштері бойынша жүргізу. Үшінші, нысандарды салыстыруды синхронды түрде жүргізу. Біртекті нысандар болып табылатын Оңтүстік Америка мен Африка материктерінің субэкваторлық белдеулерін өзара салыстыруға болады. Нәтижесінде ұқсастықтар мен ерекшеліктер анықталады. Бір нысанның әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша қасиеттер мен көрсеткіштерін салыстыру арқылы нысанның үдерістің өзгерістері анықталады. Зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері мен көрсеткіштерін салыстыру нысандар туралы неғұрлым дәл білуге көмектеседі. Нысандарды салыстыруды синхронды түрде жүргізу арқылы белгілі бір құбылыстың аумақтық ерекшеліктері туралы білуге болады. Тапсырма. Халықтың жастық-жыныстық пирамидасы берілген. Елдердің жастық-жыныстық пирамидаларын төмендегі жоспар бойынша салыстыру. Жапония және Йемен Республикасы. Пирамидалардың типін атаңыз. Пирамидалардың басты айырмашылықтары қандай? Болашақта пирамидалар қалай өзгереді? Ал салыстырып болсақ балалар, мына жерден пирамидадан көру, жастық-жыныстық пирамидасынан көруге болады. Йемен Республикасында негізінен жастардың үлесі басым, ал Жапонияда егде кісілердің үлесі басым. Солай кез келген елдің жастық-жыныстық пирамидасын салыстыра аламыз. Оқушылар, бүгінгі сабақтан географиядағы салыстыру әдістері туралы білдіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.